Бүгінгі сабақта біз плиточный шоколад жасайтын боламыз. Форманы мен силиконовый форманы қолданамын. Негізі поликарбонатный немесе пластиковалық формалар болса, түгетпейді, любой формамен қолдана берсеңіздер болады. Маған өзіме осындай силиконовый формамен жұмыс істеген ыңғайлы. Оның астына мен тақтайша қойып қоямын, өйткені біз шоколадты құйғаннан кейін біздің композициямыз бұзылып кетпес үшін силикон жұмсақ болғандықтан астына осылай тақтайшаны қойып алдым. Алдын ала барлық керек бізге орехтарды, сублимацияны, одан кейін посыпкалардың барлығын мен алдын ала өстіп дайындап қоямын. Одан кейін біз шоколадымыздың үстін осындай кішкентай шоколадный фигуралармен әсемдейтін боламыз. Ол үшін осындай кішкентай формаларды алып алсаңыз болады. Мен мынаны Алиэкспресстен алдым. Қазір Wildberries'та немесе форма сататын парақшаларда өте көп осындай формалар. Осыларды алып, қазір бұл жерге мен шоколадный фигура жасайтын боламын. Яғни темперированный шоколадты құятын боламын. Ол үшін мен кішкене осындай бөлікте кондитерлік мешокқа шоколадты салып алдым. Мен оны қазір микроволновкада ерітемін. Әрбір 5 секунд сайын, 10 секунд сайын шығарып, оны осылай мұжып, осы шоколадты ерітетін боламын. Яғни біздің еріген шоколадымыздың температурасы 34 градустан аспауы қажет. Одан кейін мен жапырақтар жасайтын болам. Жасыл түсті, осындай жасыл түсті обязательно жирорастворимый деген красительді аламыз. Қандай фирма болса, өзіңізге қандай фирма ұнайды, соны алсаңыз болады. Главное, оның сыртында жирорастворимый деген жазу болу керек. Яғни ол бізде шоколадқа арналған деген сөз. Қазір мен осы кондитерлік мешогыммен осылай микроволновкаға салып ерітетін боламын. Осылай микроволновкаға салып, әрбір 5 секунд сайын мен оны осылай қыздыратын боламын. Бұл жерде менде шоколад аз болғандықтан, ол қазір бізде тез еритін болады. Қараңыздар, кейбіреу осылай мешокқа, кондитерлік мешокқа салып, шоколадты ыстық суға малып жатады. Олай жасаудың керегі жоқ, өйткені сіз шоколадты қатты қыздырып жібересіз. Яғни қатты қыздырып жібергенде шоколадты если перегреете, то оны темперировать ету қажет. Міне мен қайтадан қойдым. Осылай әрбір 5 секунд, 10 секунд сайын біз оны шығарамыз. Қолымызбен мұжып ерітеміз. Одан кейін краситель қосып, осындай кішкентай формаларға құйсаңыз болады. Яғни біз кішкентай фигуралар жасау үшін көп шоколадты темперировать етудің қажеті жоқ. Немесе сіз какой-то бір композицияны жасадыңыз, одан кейін сізде шоколад қалып қойса, оны сіз осындай кішкентай формаларға құйып тастасаңыз жақсы. Міне қараңыздар, біздің шоколад кішкене еріп келе жатыр. Осылай біз шоколадты толығымен ерігенше осылай микроволновкаға салып отырамыз. Міне қараңыздар, менің шоколады более-менее еріді, бірақ ішінде әлі ерімеген колеттар бар. Мен оны осылай саусағыммен басып, өстіп колеттарды ерітемін. Сол кезде біздің шоколадымыз тез ериді біріншіден. Екіншіден, біз шоколадты қатты перегрет етпейміз. Мысалы, мен жаңа қолымның жылуымен ары қарай осылай шоколадты толығымен ерітіп аламын. Міне қараңыздар, бізде сонда осындай бір масса пайда болды. Ішінде ешқандай колеттар жоқ. Толығымен еріді. Енді осыға мен кішкене краситель қосып, өзіңізге қандай түс қажет, соған бояйтын боламын. Міне біздің шоколадымыз толығымен еріді. Мен енді кішкене осылай мешогымның аузын ашамын. Оның ішіне кішкене бөліп кішкене ғана осы жирорастворимый красительді қосатын боламын. Маған қатты насыщенный түс керек емес, маған өте нежный түс керек. Сондықтан мен өте аз краситель қосамын. Қосқаннан кейін оны біз тағы да араластырамыз. То есть, мына шоколадты үстіне қарай мен қазір краска жағына көтеремін да, соны біз осылай қолымызбен араластыратын боламыз. Маған өте нежный жасыл түс керек, қатты насыщенный түстер мен ойымша біздің композицияны дешевый қылып көрсететін сияқты, сондықтан мен өте нежный қылып жасағым келіп тұр. Міне қараңыздар, бізде осындай бирюзовый түске ұқсайтын ба, осындай нежный түс шықты. Жақсылап отырып араластырып алдым. Енді бұны мен формаға құя берем. Яғни біздің мына шоколадымыздың температурасы 30 градусты 34 градустан асып кетпеу қажет. Сондықтан біз оны
қатты қолымызбен үйкелемейміз, қайта-қайта. Егер де сіздің шоколадыңыз уже жидкий болса, онда қайта-қайта үйкелеудің қажеті жоқ. Міне енді қазір мен жапырақтардың формасын аламын. Біздің мына кондитерлік мешокқа басына қарай шоколадымызды осылай жинап аламыз. Осылай байлап аламын мен сразу, чтобы шоколадым төгіліп кетпес үшін. Кесіп алып, осы формаларға қазір құйып шығатын боламын. Мен басын кесіп тастадым кондитерлік мешоктың, и осы формалардың ішіне осылай құйып шығамыз шоколадты. Қатты көп құюдың қажеті жоқ. Бұл шоколадтар негізі тоңазытқышта бір 10 минутта, 15 минутта тез қатып қалады. Мен бірінші осылай шоколадный элементтерді дайындап аламын, қандай да бір композиция жасардың алдында. Одан кейін основной біздің плитканың шоколадты темперировать ете бастаймын. Міне осылай барлығына мен қазір құямын да. Құйдым міне барлығына. Одан кейін біз оны осылай соғып шығамыз. Яғни біздің шоколадымыз барлық жапырақтардың мына шет жақтарына барлығына кіру үшін өстіп соғып шығамыз. Міне енді тоңазытқышқа алып қоямын. Мен қазір енді основной біздің плиткаға шоколадты темперировать ету үшін шоколадымызды өлшеп аламыз. Осылай біздің пластикалық ыдысты таразының үстіне қойып аламыз. Мен ақ шоколадтан қазір 160 грамм салатын боламын. Мен қазір телесный түсте шоколад жасаймын, яғни карамельный түсте шоколадты жасағым келеді. Ол бізде между ақ шоколад пен молочный шоколадтың ортасындағы түс, осындай әдемі. Қазір мен 160 грамм алдым. Міне. Енді соның үстіне қазір 40 грамм мен молочный шоколадты қосатын боламын. Таразымыз дұрыс көрсетпей тұр. Сол кезде бізде 200 грамм шоколад пайда болады. Міне бізде 200 грамм шоколад. Міне 200 грамм шоколад алдық. Енді бұны біз микроволновкада әрбір 5-10-15 секунд сайын қыздырып, шығарып, араластырып, толығымен ерітеміз. Бұл бізде пассив әдісімен темперирование жасайтын боламын. Біздің шоколадымыз қазір еріткенше мен басқа ыдысқа, бөлек ыдысқа тағы да 50 грамм ақ шоколадты салып аламын. Яғни бұл бізде 25%, основной массаның 25%. Не қараңыздар. Оны мен бірінші шоколад ергеннің үстіне салатын боламын. Осылай дайындап қоям. Қазір біз ерітетін боламыз. Микроволновкада ерітсеңіздер, басында әрбір 15 секунд сайын шығарып араластырамыз. Бұл біздің шоколадымыз күйіп кетпес үшін солай жасаймыз. Біз енді бұл ыдысымыздағы шоколадымызды толығымен ерітуіміз қажет. Қазір бізде 15 секунд өтеді, одан кейін біз оны араластырамыз. Егер де сіздің шоколадыңыз көп болса, где-то ішінде 400 грамм, 500 грамм шоколад болса, онда где-то бір 30 секундтан кейін шығарсаңыз болады. Неменде өтті 15 секунд. Оны осылай жақсылап отырып араластырамын. Әлі бізде калеттар еріген жоқ. Сонда да біз соны араластырамыз, қайтадан қоямыз. Өстіп біз шоколадымыз толығымен ерігенше микроволновкаға салып, шығарып, араластырып отырамыз. Міне бізде шоколадымыз толығымен еріді. Жаңағы 200 грамм қараңыздар, осындай карамельный шоколадтың түсі сияқты шықты. Енді бізде ол 41 градус деп көрсетіп тұр. Оның үстіне мен осы қалған 25%-ын қосып, салқын калеттарды қосып, енді араластырамын. Бұл жерде бізде молочный шоколад пен ақ шоколадтың температурасы, негізі еріген шоколадтың температурасы 41 градус пен 40 градус пен 45 градустың аралығына дейін ерітеміз. Яғни 40 градустан төмен болмау қажет,
ал 45 градустан жоғары болмауы қажет. Енді осы салған колеттарымызды осы шоколадтың ішінде жақсылап отырып араластырып, бір масса болғанша біз осылай араластырып отырамыз. Қараңыздар, сол кезде біздің шоколадымыздың температурасы түсе бастайды. Бұл бізде пассив әдісімен темперирование деп айтылады. Негізі пассив әдісімен темперирование жасаған кезде бөлме ішінде салқын болу қажет. Және құрғақ болу қажет. Жақсылап отырып араластырамыз. Қазір біздің колеттарымыз көріп отырсыздар, азайып бара жатыр, еріп жатыр. Араластырғаннан кейін біздің шоколадымыздың температурасы 31 градус болу қажет. Яғни 29 градустан 31 градусқа дейін болу қажет. Сол кезде біз осы шоколадпен жұмыс істей берсек болады. Міне біздің колеттарымыз толығымен еріді, бір однородный масса болды. Енді оның температурасын өлшейміз. Оның температурасы бізде 32 градус деп көрсетіп тұр. 32 градуста 2. Енді мен оның температурасын 31 градусқа дейін төмендетуім қажет. Оның үстіне осылай тағы да салқын колеттарды салып, мен оны жақсылап отырып араластырамын. Яғни сіздің шоколадыңыздың температурасы 32 градус, 33 градус, 34 градус деп көрсетіп тұрса, оның үстіне осылай тағы да бір кішкене салқын колеттарды салып, сол колеттармен араластырып ерітеміз. Сол кезде біздің колеттарымыз толығымен ериді, какао масло кристаллизациясы дұрыс болады. Яғни темперирование процесі бізде дұрыс болады. Міне біздің колеттарымыз, жаңағы салған колеттарымыз толығымен еріді. Жақсылап отырып оны араластырып алдым. Енді оның температурасын өлшейміз. Міне қараңыздар, 31-30 градусты көрсетіп тұр. Яғни біз бұл шоколадпен жұмыс істей берсек болады. Қазір біз оны формаларға құятын боламыз. Мен плиточный шоколадтың оформлениясын осындай контурный техникамен әсемдеп жасағым келеді 8 мартқа қарсы. Осындай суреттерді Google'дан скачать етіп алып, өстіп бір А4-ға шығарып алсаңыздар болады. Әртүрлі несінен, суретінен шығарып алып, өстіп мен одан кейін қиып аламын. Міне қиып алдым, осы суретті жасағым келіп отыр. Ол бізде сурет плиточный шоколадтың ішіне осылай сай келу қажет. Яғни қатты үлкен немесе қатты кішкентай болып кетпеу қажет. Осы суретті мен қазір қолданамын. Қазір бірінші техникасын көрсетем. Осы суретті біз файлдың ішіне салсаңыз болады, немесе осындай міне плиточный шоколад салатын осындай немелер болады бізде өзі. Соның ішіне саламыз. Енді бұның сыртынан қазір шоколадпен қаптайтын боламыз. Осындай сурет салатын, жазу жазатын, осындай темный шоколад всегда қалып қояды. Бұл менде темный шоколад Калибауттың 54%. Енді мен оны қазір микроволновкада ерітетін болам. Ерігеннен кейін осына маркер ретінде осы суреттің сыртынан салып шығатын боламын. Міне мен шоколадымды ерітіп алдым. Ол шоколадымыздың температурасы 34 градустан аспауы қажет. Бізде қазір 32 деп көрсетіп тұр. Нормально. Енді қараңыздар, бұл жерде кондитерлік мешоктың ұшы менде кішкене ғана кесілген. Бірінші тексеріп аламыз. Енді біз мына контурный суретіміздің үстінен бастырып шығатын боламыз. Негізі столдың үстіне қойып, асықпай өстіп әрбір суреттің үстінен осылай бастырып шығамыз. Негізі темный шоколад өстіп сурет салып жатқан кезде, жазу жатқан кезде ол тез қатып қалады. Егер де ол сөйтіп қатып жатса, сіз оны қолыңызбен жылытып алсаңыз болады. Яғни бізге основной контурларымыз, міне көрдіңіздер, қатып қалды, шоколадым шықпай жатыр. Сондықтан мен бас жағын ұстаймын да, тағы да өстіп оны жылытып аламын. Жылытып алғаннан кейін ары қарай суретімізді салатын боламыз. Міне. Осылай енді ерінен салатын боламыз. Ерін салдық,
Бұл контурный техникада барлық біздің линияларымыз бір-біріне тиіп тұру қажет. Яғни біз оны қазір алып, ана шоколадтың үстіне қоятын боламыз. Егер де сіздің мына салған суретіңіз жұқа болып тұрса, оның үстіне осылай екінші рет басып шықсаңыз болады. Басқанда тура үстіне салыңыз, яғни бөлек жанына или қатты қалың қылып салып жібермеңіздер. Өстіп, біз толығымен салдық суретімізді. Енді мен оны қатқанша тоңазытқышқа қойып қоямын. Где-то бір 3 минутта 5 минут арасында ол қатып қалады. Немесе морозильникке қойсаңыз болады. Біздің жаңағы суретіміз, контурный суретіміз қатқанша, қазір біз осы формаларға шоколадымызды құйып шығатын боламыз. Негізі жаңағы контурный суретті алдын ала дайындап қойсаңыздар жақсы. Шоколадымызды құямыз. Әрбір шоколадқа бізде 100-110 грамм шоколадтан кетеді. Әрбір плиточный шоколадтың весі где-то бізде 100-110 грамм. Жақсылап отырып соғып, оны осылай форманың ішіне толығымен распределять ететін боламыз. Бұл жерде енді поликарбонатный ма, плиточныйды қандай форманы қолданғымыз келеді, соны қолдансаңыз болады. Шоколад аз болып кетті, мен қазір тағы да кішкене қосамын үстіне. Бұл формаларға қарағанда слишком жұқа сияқты болып көрінеді. Магазинде қарасаңыздар. Жоқ, оған шоколадты қойғаннан кейін сіздер оны көресіздер. Қалың форма шоколад жақсы болып шығады. Міне біз осылай соғып аламыз. Сол кезде біздің ауалары да шығады, и шоколадымыз да өстіп плиточный форманың ішіне толығымен кіретін болады. Қай жерде шоколад аз деп тұрсаңыз, сол жерге өстіп қосып жібересіздер. Мынаншама бізде шоколад қалды, одан конфеттер жасауға да болады, немесе әртүрлі формаларға, кішкентай формаларға құйып тастасаңыз болады. Өстіп, біз барлық пузыректарын шығарып аламыз. Мына жерде пузыректары бар екен, оларды өстіп сразу алып тастаңыздар, Міне. Енді мен сіздерге қазір бір техникасын көрсетем. Жаңағы біз сурет салып қойдық. Екінші түрі, яғни мен плиточный шоколадтың үстіне примерно қойдым, қыздың суретін осылай қойдым. Енді мына жеріне мен гүлдермен әсемдейтін боламын. Біз плиточный шоколадты әсемдеу үшін бізге жаңағы жасаған осы жапырақтарымыз қажет. Қараңыздар, шоколадтар уже қатып қойды. Барлығын шығарып аламыз. Шығарып, дайындап қоямыз бұл жерге. Артық шет жақтарына шығып кеткен жерлер болса, алып тастасаңыздар болады. Міне мынандай жерлер болса, шырт жағына оны бүйтіп алып тастасаңыздар болады. Енді мен алдын ала осындай розовый түсті гүлдің немесін жасап қойдым. Сонымен барлығымен қазір біз әсемдейтін боламыз. Енді міне біз шоколадный элементтерді дайындап қойдық. Мына суретімізді примерно былай қойдық, міне. Енді примерно қойып алдық. Енді біз бұл жерге әсемдей бастаймыз, міне. Суретім егерде менде былай тұрса, осылай әсемдейміз. Шоколадный элементтер бізде тонкий болғандықтан, олар өте тез ери бастайды қолда. Сондықтан олармен тез-тез жұмыс жасауымыз қажет бізде.
қолыңызбен ұстамай осындай щипцемен ұстасаңыздар негізі ыңғайлы. Өстіп мен 8 мартқа қарсы весенний осындай әдемі композицияны құрып жатырмын. Енді біз оны қазір ары қарай әсемдейтін боламыз. Осындай бір ақ жапырақты қосқым келіп тұр бұл жерге. Қостық. Енді мына жерлердің барлығына мен осындай кішкентай посыпкаларды сеуіп шығатын боламын. Сепкенде бұл жерде қараңыздар, біз посыпкаларды барлық ашық жерлерін жабатын боламыз. Посыпкаларды өте жақын қоюға тырысыңыздар. Тек қана ақ емес, мына жерде осындай серебристый посыпкаларды өте әдемі көрінеді. Жан жаққа лақтырып, былай сеуіп тастамаңыздар, бір композиция құрғандай жасаңыздар. Сол кезде сізде жұмысыңыз өте әдемі, аккуратный болатын болады. Мен осындай серебристый посыпканы қосам жанына. Кішкентай посыпкаларды салып қоямыз. Қарап отырсаңыздар, мына жерде өте кішкентай посыпкаларды бар, соларды саламыз арасына өстіп. Үлкен посыпкалардан да өстіп ары қарай композиция құрамыз. Өстіп біз әдемі бір композиция құрамыз. Бұл жерде қарағанда өстіп жапырақтардың арасына кішкентайларын қосса әдемі көрінеді. Бізде бір воздушный әдемі бір пейзаж сияқты пайда болу қажет. Барлығына бүйтіп сеуіп тастамаймыз. Сол жағына мән беріңіздер. Және де түс үйлесіміне де мән беріңіздер. Бұл жерде енді андай сары, көк деген посыпкаларды вообще қолданбаңыздар. Көбінесе осындай нейтральный ақ, одан кейін осындай молочный, серебристый түстерді қолдансаңыздар, сіздің плиточный шоколадтарыңыз өте нежный, өте богато көрінетін болады. Көбінесе осындай пастельный тона деп айтады ғой, соны қолдансаңыздар жақсы. Мына жерде бізде пустой сияқты болып көрініп тұр. Сол жерге де мен қосып қояйын. Міне, біздің шоколадымыз қатпай тұрып, біз оның барлығын осылай әсемдеп шығуымыз қажет. Арасына орехтарды, сублимированный малиналарды қоссаңыздар болады. Ол енді оның барлығы өзіңіздің фантазияңыз бойынша. Мен қазір осындай шоколадный элементпен және осы посыпкалармен ғана әсемдегім келіп отыр. Осылай енді қатыруға қоятын боламыз. Қазір екінші плитканы да әсемдейтін боламыз. Екінші композицияға бізге осы жаңағы салып қойған суретіміз қажет. Оны енді ақырындап, не қараңыздар, қатқанын осылай көреміз. Пленканы тартқан кезде біздің шоколадымыз көтерілу қажет, яғни одан тез өзі алынып қалуы қажет. Осылай барлық жерін босатып аламыз пленкадан. Сындырмаймыз. Бұл жерде еріні қатып үлгермепті, сондықтан ол жері кішкене пышақтың үстінде еріп кетті. Түгетпейді. Қазір жаңағы еріні сынып қалған жерін қайтамен бояп қойдым. Өстіп пышағымызбен ақырындап аламыз да, оны біз осы плиточный шоколадтың үстіне қоятын боламыз. Яғни ақырындап итеріп салдық. Міне, енді оны қай жерлерін етіп тұр, соны өстіп басып жібереміз, шығып тұрған жерлерін. Міне бізде дайын болды. Мына сызығын да салса болады.
кішкене қисық салынып кетті, түгетпеді. Енді біз оны қазір мына жерін әсемдеп аламыз. Бұл жерде де мен қазір әртүрлі осындай шоколадтан жасалған гүлдерді қолданамын. Үстіне қоямын. Шет жақтарына осындай шоколадный жапырақтарды қоямын. Бұл жерде бізде кеспейді екен. Мына жерге салайық. Мына жерде қараңыздар, біз шоколадымыз бұзылып кетпес үшін өстіп қозғалтып аламын. Енді мына жағына үлкендеу жапырақты қойғым келіп отыр. Үлкендеу жапырақты қоямын. Өстіп біз композициямызды жинайтын боламыз. Осылай қойдық. Енді мына шет жақтарын барлығына осындай посыпкаларымызбен жаңағы сияқты әсемдеп шығамыз. Бұл жерде уже бізде наглядно көрініп тұр. Суретіміз, қыз барлығы көрініп тұр. Сондықтан біз бұл жерде посыпканы қорықпай сала береміз, яғни да. Посыпкаларды да салғанда өстіп әдемілеп композицияның қандай да бір керек жоқ жерлерін жабу керек болса, соларды жабып, өстіп әдемілеп жинайтын боламыз. Бұл жерде жұмсақ немелерді қолданса болады, қатты посыпкаларды да қолданса болады, бірақ қатты посыпкаларды көп қолданбаңыздар. Өстіп барлығын біз әсемдеп шығатын боламыз. Осындай кішкентай ақ посыпкалар негізі өте нежный, композицияны өте нежный көрсетеді. Серебристый посыпкалар да өте жақсы көрінеді. Өстіп біз барлығын әсемдейміз. Қарап отырсаңыздар, жай ғана үлкен посыпкамен қана әсемдесеңіз, сізде кішкене грубый болады. Сол үлкен посыпканың жанына осындай мелкий посыпкаларды өсіп сеуіп жіберсеңіз, осындай ол более воздушный, более нежный болып көрініп отыр. Соның барлығына сіз мән беруіңіз қажет. Міне енді мына жерге кішкене посыпкаларды сеуіп жібергім келіп отыр. Вроде и мелочь сияқты, но в то же время ол сіздің композицияңызды одан сайын әдемірек болып көрсететін болады. Міне өстіп біз әсемдеп шықтық. Енді әсемдегеннен кейін біз оны тоңазытқышқа алып қоямыз. Міне қараңыздар, енді біздің плиткамыз толығымен қатқанша біз оны тоңазытқышқа алып қоямыз. Енді мен қалған шоколадтан осындай жүрекшеден кәмпит жасағым келіп отыр. Оның ішіне біз әртүрлі осындай орехтарды салып қойсақ болады біздіп. Мен 9 конфетка жетеді деген ойдамын. Өйткені бұл бізде қатты үлкен емес. Біздің жүрекшелеріміздің размері кішкентай. Сондықтан мен ойымша бізде 9 конфетка жететін сияқты. Осындай малинаның сублимированный малинаны қолдануға болады.
бұл кішкентай крошка түрі болады, үлкен түрі де болады. Менде осындайлар конфетке жақсы. Өстіп көп емес мөлшерде салып шығамыз. Жанына біз осындай кептірілген қарақатты салса жақсы. Оны біз қалай саламыз? Мен өстіп бөліп салғанда жақсы көрем. Сол кезде олар целиком жатпайды, яғни мен қолмен өстіп үгітіп саламын ішіне. Сол кезде біздің конфетімізде әртүрлі оттенктер көрініп тұратын болады. Салдым. Енді осындай әртүрлі посыпкаларды салып қойса болады. Посыпкаларды салдым. Ішіне мен осындай миндаль орехын салып қойғым кеп тұр. Негізі бірнеше бөлікке бөлсе салса жақсы болар еді. Жарайды, осылай салып қояйын. Уайымдамаңыздар, бұның барлығы қазір жабылатын болады шоколадпен. Міне салдым, енді қазір оны шоколадты үстіне құятын боламыз. Енді біз бұл темперированный шоколадымызды, жаңа қалып қойған шоколадты мен осы конфеттердің үстіне құятын боламын. Осылай құямын да, мен қазір үстіне миндаль салғандықтан бұны қазір мен қозғалтатын боламын. Барлығына өстіп құямыз шоколадымызды. Бізде барлық конфеттерге жетпей қалған сияқты. Осылай соғып аламын. Менде шоколадым қою болғандықтан мен осылай соғып жатырмын, және миндальмен үстіне қойғандықтан мен осылай соқтым, өйткені миндальдің астындағы біздің посыпкаларда шоколадқа ұсталыну үшін. Міне мен барлығын соғып шықтым, енді тоңазытқышқа алып қоям, яғни жарты сағатта 40 минутта біздің шоколадымыз қатып қояды. Міне қараңыздар, біздің шоколадымыз дайын болды. Бұл бізде уже қатып қойды, формадан шығарып, енді упаковкасын жасасақ болады. Мынау бізде конфеттерімізді қатты. Конфеттерімізді қараңыздар, осындай болып шықты. Бұның барлығын біз упаковкаға салатын боламыз. Упаковкасына конфеттердің мына жердің барлығына біз қазір кондуринмен әсемдесек болады. Енді бізде мына плиточный шоколадымыз бітпей қалды. Оны істеу үшін мен сіздерге тағы бір техникасын көрсетейін дегенмін. Қараңыздар, біз мына суретімізді мына жерге осылай қоямыз. Примерно қылып қоямыз. Енді оның үстіне біз осы ручкамызбен немесе зубочисткамен батырып суретті салатын боламыз. Яғни зубочисткамен менің ойымша сурет салу қиындау болады. Осылай біз контур ретінде батырып салып шығамыз. Міне осылай салдық. Тура осы техникамен любой жазуды да сіз істей аласыз. То есть қандай да бір жазуды жаза алмасаңыз, осылай распечатка шығарып алыңыз. Сол распечатканың үстінен осылай ручкамен қаптап шығасыз. Не қараңыздар. Осылай біз суретімізді толығымен осы плиточный шоколадтың үстіне салып шығамыз. Міне, бізде барлығы салынды, барлық жері салынды. Енді оны ашқанда қараңыздар, бізде осындай сурет қалды. Енді оның үстін біз темный шоколадпен қаптап шығатын боламыз, бастырып салып шығатын боламыз. Міне мен темный шоколадты, жаңағы темный шоколадты микроволновкада тағы да ерітіп алдым. Жақсылап отырып еріттім, одан кейін
қолмен осылай жағын барлығын тексеремін. Біздің шоколадымыз сұйық болуы қажет, яғни оны біз қазір контур салған кезде ол бізде бөлініп қалмауы қажет. Енді біз осы салған суретіміздің үстінен өстіп қайталап салып шығамыз. Қолым кішкене мен дірілдеп тұр, және шоколадым кішкене қою болып тұрғанын мен сезіп тұрмын. Оны одан кейін өстіп жақсылап отырып мен жылытып аламын тағы да кішкене. Міне мен бұлай қаратып алайын, өзіме ыңғайлы қылып, сіздерге көрініп тұр деген ойдамын. Енді бұл контурды біз ручка сияқты ұстап, толығымен өстіп қайталап шығамыз. Бұл жерде біз суретті салған кезде қолымызды дірілдетпеуге тырысуымыз қажет, яғни барлық контурларды өте әдемі және түзу қылып салсаңыз, сіздің жұмысыңыз да әдемі, аккуратно болып шығатын болады. Мен жаңағы бас жағында дұрыс болмай қалған жерлерін барлығын өстіп жөндегім келіп тұр. Бас жағында кішкене бұзып алғандықтан екінші слоймен үстінен қаптап тұрмын. Бір слоймен сіз әдемі салсаңыз, солай қалдырсаңыз болады. Енді ернін саламыз әдемілеп. Осылай болып шықты менде. Мына жағы қалың болғандықтан енді мен барлығын екі слоймен жасап шығамын. Сол кезде бізде барлығының қалыңдығы бірдей болады. Қарап отырсаңыздар. Міне бізде осындай сурет пайда болды. Мынау бізде бірінші суретіміз, мынау бізде екінші суретіміз, Енді біз бұның үстін кондуримен әсемдеп шықсақ болады. Енді қазір плиткаларымызды әсемдейтін боламыз. Мынау менде сухой кондурин. Оның кішкене бөлігін аламын мен өстіп. Онымен кішкене пыльца сияқты мына жерлеріне сеуіп қоямын өстіп. Қараңыздар, сонда өте әдемі болып көрінеді тоже. Енді мен осындай басқа ыдысқа осы сухой кондуриннің кішкене бөлігін салып аламын. Осылай салып аламын. Оның үстіне бір тамшы осындай этиловый спиртті құятын боламын. Көп құймаймыз. Көп те емес, аз да емес қылып құямыз. Міне құйдық, жақсылап отырып араластырамыз. Егер де қатты сұйық болып кетсе, тағы да кондурин қосамыз. Егер де қою болып кетсе, онда спирт қосамыз. Бізде қатты сұйық емес, қатты қою емес масса пайда болу қажет. Осындай масса бізде пайда болды. Енді сонымен біз мына контурымыздың барлығын салып шығатын боламыз. Салсаңыз, боясаңыз болады, немесе осылай қалдырсаңыз да болады. Мен ол үшін осы самый тонкий кисточканы таңдадым. Енді сонымен мен осы суретімді қаптап шығатын боламын.
бұл жерде барлығын аккуратно жасау керек. То есть біздің контурдан, мына суретіміздің сыртынан кондуриніміз шығып кетпеуі қажет, иә. Шығып кетсе біз өзіміздің суретімізді өзіміз бұзып аламыз, иә. Негізі кондуринді жақсаңыздар, сіздің наборларыңыз одан да богато, одан да әдемі болып көрінеді, иә. Осылай бастырып шығамыз. Кондуриніңіз слишком жидкий болып кетсе, онда ол дұрыс жағылмайды. Сондықтан үстіне тағы да сухой кондуринді қосасыз. Егер де қою болып дұрыс жағылмаса, онда спирт қосасыз, иә. Бұл жерде сіз суреттің үстіне бастырып қана біле аласыз о жағын. Осылай біз толығымен бастырып шығамыз. Бастырғаннан кейін мына жерге с 8 марта деп жазып қойсаңыз болады, немесе ол енді өзіңіздің қалауыңыз, иә. Осыны істегеннен кейін брызги істеп қойса жақсы сияқты. Көп те емес, аз да емес қылып өстіп брызгтарды істеп қойдық, иә. Енді екіншісінде тура солай істеп шығамыз. Тура солай қаптап шығамыз. Өстіп бояп шығамыз. Контур салған кезде обязательно осындай темный шоколадпен салыңыздар. Сол кезде ол темный шоколад өз формасын жақсы ұстайды. Яғни молочный шоколадқа қарағанда, ақ шоколадқа қарағанда темный шоколад өз формасын өте жақсы ұстайды. Сондықтан біз сурет салғанда, контур салғанда темный шоколадпен саламыз, иә. Енді бұл жерге де брызгтарды істеп қоямын мен. Өстіп матырамын да. Міне біздің плиточный шоколадымыз дайын болды. Енді біз конфетті мына кондуриніміз қатқаннан кейін оның сыртынан пленкамен жабатын боламыз. Пока кондурин қатқанша бөлек алып қойдым. Кондуринмен бояйтын боламын. Менде осындай кисточка бар. Набордың ішінде осындай кисточка болған. Соған мен кондуринге осылай матырып аламын. Енді мынаның сыртын бояғым келіп тұр. Ол үшін мен осылай спиртім көп болып кетті. Соның өзінде де менің ойымша жаман емес шыққан сияқты. Осылай бояп шығамын. Осылай хаотично бояймыз. Немесе кішкентай немелермен, кисточкалармен мына жерлерін әсемдеп шықсаңыз болады. Мен осылай бояп шыққым келді. Кішкене кондурин қосып, қоюлатып, өстіп бояп шықса да болады. Енді қазір барлық кондуриніміз қатқаннан кейін наборды жинай берсек болады. Енді мен Wildberries-тан міне қараңыздар, осындай плиточный шоколадқа арналған осындай немелерді заказ беремін. Осындай пленкаларға деп айтса болады. Соның ішіне біз дайын осы шоколадтарымызды салатын боламыз. Формадан шығарамыз ақырындап. Біздің кондуриніміз кішкене қатқан сияқты. Формадан шығардық. Артығын өстіп сілкіп тастадым. Енді осы біздің пленкамыздың ішіне осы шоколадымызды салатын боламыз. Салдық. Бұл жерде өзінің осындай жабатын клейкасы болады. Төңкеріп өстіп жауып қоямыз. Міне осы күйінде біз наборға саламыз, немесе тоңазытқыштың ішінде сақтасақ болады. Екіншісінде тура солай шығарамын. Былай сілкеймін. Артық посыпкалар, жабыспай қалған посыпкалар немесе солар түсу үшін сөйтіп сілкіп аламыз. Пленкамыздың ішіне саламыз. Одан кейін наборымызға жинаймыз. Яғни бұндай плиточный шоколадтарды, конфеттерді тоңазытқышқа сақтаған кезде олар обязательно осылай пленкада жабық болу керек. Одан кейін крафт пакетпен сыртынан жабық болу керек.
бұлардың срок годностьтары, яғни сіздің алған шоколадыңыздың сыртындағы көрсетілген срок годность сияқты сақталынады. Яғни бұлда ешқандай орехтар, ешқандай сублимациялар жоқ. Бұл жерге с 8 марта деп жазсаңыз болады, әртүрлі жазуларды жазып қойға болады.